Бүгін сіздермен құдық блогын тігеміз. Бұл құдық блогын тігу үшін бізге бірінші табақ керек. Бұл табақтың өлшемі 13,5-да 13,5 сантиметр. Және де бұның диагоналін қаламмен сызып аламыз. Және де бұның ортасына тігу үшін 4 сантиметрде 4 сантиметрлік квадрат көз керек болады. Бұл көз ортасына тігіледі. Және де екі түсті лента, яғни шиіміз керек. Бұл шидің ені 3 сантиметр болады. Ал ұзындығын матаңыздың ұзындығына қарай қиып ала бересіз. Табағымызды лапканың астына қойып аламыз бірінші. Содан кейін 4 сантиметрлік өлшемді көзімізді осы табақтың тура ортасына сызылған диагональдың көмегі арқылы қоямыз. Яғни көздің осы төрт бұрыштының тура бұрыштарын осы диагональдерге дәлдейміз. Және де осы орнынан жылжып кетпес үшін ең бірінші осы көзіміздің тура шетінен 1 мм-де тігіп бекітіп шығамыз. Көзімізді табаққа бекітіп болдық. Енді жіпті әр кез сайын қиып отырмаймыз, тек қана инені жоғарғы деңгейге қойып тартатын болсақ, бізде астыңғы және үстіңгі жібіміз бірдей тартылады. Енді көзімізді бекітіп алғаннан кейін 3 сантиметрлік қиылған лентаны алып бетіне бет қоямыз. Яғни астыңғы жағы үстіге қарап тұрады. Қойдық. Енді бұл жолы тіккенде лапканың тура бойымен тігеміз. Яғни припуск на шов 7 мм болу керек. Кішкене үстің жағын бекітіп алғаннан кейін лентамызды тура көзімізге дәлдеп қиып аламыз шепчикпен. Жоғары деңгейге қойдық инемізді, тартамыз табағымызды. Ашамыз тіккен шиімізді. Ашқаннан кейін келесі жағын тігеміз.
Міне бірінші қатарымызды аяқтадық. Енді екінші қатарға келесі түсті тігіп шығамыз. Дәлдеп қоямыз. Екінші қатарымызды аяқтадық. Енді үшінші қатарымызды тігеміз. Бұған ақшыл түсті матамызды аламыз. Үшінші қатарымызды аяқтадық. Енді келесі түстен төртінші қатарымызды тігеміз.
төртінші қатарымызды аяқтадық. Енді осы төртінші қатарды жалбырап тұрмас үшін табаққа 1 мм бекітіп шығамыз. Жанына. Енді қайшымен артық жерлерін қиып тастаймыз. Міне осымен біздің құдық блогымыз дайын. Бұны әртүрлі нұсқаларды тігуге болады. Мына жерде екі түсті мата келтірілген. Мына жерде ашық түсті және де кішкене қоңырлау түсті мата келтірілген. Мына жерде әртүрлі мата, мына жерде атлас қосылған және де әртүрлі түсті мата келтірілген. Мына жерде де әртүрлі мата келтірілген. Маталары ұқсас болғанмен, бұл жерде әртүрлі әдемілігі жағынан көзге әртүрлі болып көрінеді. Сіздер де осылай әртүрлі, тек қана бір блокты тігу білсеңіздер, түрлі дүниелер, бұйымдар тігіп шығуларыңызға болады.